Қайырлы күн достар. Бүгін біз шарлотка пирогын пісіретін боламыз. Ең алдымен менің каналыма тіркеле кетіңіздер. Сіздерден лайк, комментарий күтемін. Бірінші, үй температурасында тұрған жұмыртқамызды алып, 200 грамм қантты салып миксерлеп аламыз. Бұл жерде қантты бірден салып жібермей, мен екіге бөліп миксерлеп алдым. Массамыз өйстіп ағарып, әдемі көпіргенше миксерлейміз. Үстіне үй температурасында тұрған сары майды салып миксерлейміз. Миксерлеп болғаннан кейін үстіне ұнымызды, қопсытқышты електен өткізіп қосамыз. Бұл шарлотка пирогы алмадан жасалынатын болғандықтан ішіне алманы қосып салсаңыздар да болады. Мен бетіне ғана қостым. Өйстіп әдемілеп массамыз шығады. Формамызға салып, бетіне алмамызды салып, әдемілеп сәндейміз. Үстіне електен өткізіп корица мен қантты сепсеңіздер болады. Өз қалауларыңыз бойынша. Дайын болған пирогымызды 180 градуста 30 минутта пісіріп аламыз. Егер менің каналым ұнаса, маған тіркеле кетіңіздер. Осындай әдемі пирог шығады.